үйректің жаралуы баяғы заманда жер бетін топан су басыпты. Нұх пайғамбар оны судан қалай алып шығамын деп ойланады. Уә Тәңірім, кеме жаса депті. Адамдар білмейді кеме жасауды. Сөйтіп үйректі жаратыпты. Кеменің басы үйректің тұмсығына қысасын, ол жерді қақ жарады. Ал кеменің арты үйректің құйрығына қысасын. Ол ары-бері бұрылғанда көмектеседі. Ал ағаш шірімеу үшін не істеу керек деп? Ағаш шірімеу үшін астына май жағу керек. Үйректі өлтірмеңдер. Ода Нұх пайғамбардың шапағаты бар деген тәмсіл қалыпты.